Сәлем баршаңызға. Парақшама қош келдіңіздер. Арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қолдап отырсаңыздар, тегі қуанып қаламын. Қазір мен өткенде атроска кесіп, суға салған болатынмын. Біраз атроскаларды өткенде парақшамда көрсеткен болатынмын. Солардың біразы тамырлап бастапты. Қалай тамырлап жатыр, қалай егемін, қалай сатып жүрмін, сол жайлы ашық көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Қазір бастаймыз. Мынау мен өткенде жаңа гүлді тез тамырлау үшін лайфхак айтқан болатын. Яғни, егер үйде тез тамырлайтын гүлдеріңіз болса, мынау мысалға традисканцияның варигатный альва деген түрі, жаңа ақ жапырақ араласқанымен міне тез тамырлайтын гүлдердің қатарынан бұл. Осындай тез тамырлайтын, 3 күнде тамырлайтын атроскаларыңыз болса, басқа гүлдің атроскаларына жанына қосып қойсаңыздар, бір тамырлататын бір табиғи процесс жүреді да, судың ішінде. Сонда гүлдеріңіз тамырлауы тезірек болады, жақсы болады. Сол үшін жаңағы осы традисканцияны қосып қойсаңыздар болады деп айтқан болатынмын. Ал қазір көрейік жаңағы қалай тамырлап жатқанын. Мынау менде милк конфети, сингонимның милк конфети деген сорты, яғни қызылдақтары бар. Осындай жаңа жапырағы ашып келе жатыр. Мынау жаңа жапырағы 3 жерден тамырлап бастаған. Әлі бірақ ерте горшокқа егуге, стаканға егемін, бірақ сәл бір 5 күндей, бір аптадай тұрсын. Содан кейін мына жерде монстералармын тамырлап бастаған. Бәрі бір стаканда тұр. Міне тамырларым бәрі жақсы. Қазір көрсетейін. Анықтап. Жуан болады бұл монстералардың тамырларымен, байқасаңыздар. Жуан. Мына жақтан тағы да тамырлап бастаған. Барлық монстерада тамыр бар. Оянып бастаған. Бұларда да әлі ертелеуі бір 5 күндей, бір аптадай тұрса, уже тамыры ұзақ үлкенірек болады да, стаканға еге беруге жарайды. Бұлар әлі ерте егуге. Одан кейін былай қарай алып тастай берейін. Одан кейін сіздерге мынау өткенде көздеріңізше кесіп көрсеткен болатын осы атроскаларда. Мынау менде бальзаминның махровый түрі, яғни розочка сияқты оранжевый цветі бар менде. Сол болатын. Міне. Пока ешқандай тамыр жоқ, көрінбеген. Сіздер көрініп жатыр ма? Міне. Ешқандай тамыр біреуде әлі көрінбеген, әлі ерте. Бірақ тамырламайтын болса, мына жері сабағы босап кетер еді. Значит, тамырлайды бұл. Күту керек кішкене. Жылы жарық жерде тұрса, барлық гүл тамырлайды. Бұларға жарық жеткілікті керек. Мынау кескеніме бір 2-3 күн ғана болды деймін. Эпиция деген қызыл колокольчик гүл ашатын гүл. Бұл да негізі жақсы тез тамырлай береді. Суда да, топырақта да. Бұны енді күтеміз. Енді қойдым. Осылай кесіп, суға салып, жекелеп стаканға еге беремін. Мынаны өткенде кесіп көрсеткен болатынмын. Қай жерінен кесетінін, жуандау жерінен кесіңіздер деп едім ғой. Enjoy деген, Epipремнің Enjoy деген сорты. Міне тамырлап бастаған. Кескен кезде тамыр жоқ еді. Міне тамырлап бастаған. Әр гүл әртүрлі тамырлайды. Яғни, әр гүлдің табиғаты әртүрлі жаралған. Сондықтан бір гүл тез тамырлайды, бір гүл жаңағы тез тамырлату үшін, гүлдердің арасына қосу үшін мынандай колеустарды пайдалансаңыздар болады. Себебі колеустар тез тамырлайды. Міне қараңыздар тамырларын. Мынау тамырлар тез тамырлайды. Осы колеустарды басқа гүлдердің қасына қосып қойсаңыздар, тез тамырлайды да, ана басқа гүлдерге көмегін тиеді. Одан кейін қазір көрсетейін. Мынау ерезинен кескен болатынмын. Бұның тамырлау ұзақтау болып жатыр. Міне. Енді тамырлап бастапты.
кішкентай әлі. Сіздер көріне ме көрінбей ме? Бұл негізі өткенде каневин батырып салған болатынмын. Тамырлап бастапты, бірақ кішкентай әлі гүлі. Мынау ерезинеден кесіп алған болатын. Бұл ары қарай өсіп бастап жатыр, ешқандай ауырған жоқ. Міне осы ерезине сияқты жапырағы мынандай қып-қызыл болады. Так. Одан кейін мына традискансияны білесіздер. Одан кейін мына традискансия баяғыда мектептерде өсіретін еді. Осыда бар екен, менде әлі тамырламапты ол. Так, енді ары қарай. Кеттік. Мына жерде калеус. Калеустың қып-қызыл түрі. Калеустың гүлдеген кейбіреулер көрген емеспін дейді. Осындай фиолетовый или ақ, қызғылт осындай гүлдер гүлдейді. Гүлі қатты әдемі емес. Негізі калеустар жапырақтарымен әдемі ғой. Жапырағында сурет салынған сияқты. Тез өседі. Сондай гүл. Бір носы бұл калеустың жапырақ тастайды. Жаңартып тұру керек. Однолетник дейміз ғой, 1 жылдық гүлдер. Жаңартып тұрмасаңыздар түрі қашып кетеді. Міне тамырлаған жақсы. Тез тамырлайды бұлар калеустар. Әшін суда тамырлата берем мен. Ештеңке құймаймын. Калеустардың бір жақсысы тез тамырлайды, тез өседі, бірақ жаңағы жапырақ тастайтыны бар. Су азайып қапты, суын бақылап, азайып қалса көбейтіп құйып отырмасаңыздар, қурап кетеді. Су азайып қалса, қараңыздар, суды жұтып қойып отыр ғой. Мынаусы батпай қалады кішіректері арасында. Сол үшін суын бақылап қойып отырыңыздар. Бұйыртса стаканға уже калеустарды біраз егіп бастауға болады, ал біразы әлі ертелеу. Сосын мұнда эпипремнің гүлін, атроскаларын кесіп салған болатынмын суға. Міне бұл эпипрем тез өседі. Және жарық жеткілікті болса, мынандай жапырағы ақ түсте береді. Жарық жеткілікті болса. Жарық жеткіліксіз болса, мен жасыл болып қалады. Жасыл болса да жаман емес, себебі бір андай жапырағы искусственный пластмасс жапырақтылар сияқты болып тұрады да, сарғайып, ондай мазаны алмайды. Осындай бір пластмасс гүлдер құсап тұрады. Міне бірнешеуін бір горшокқа салған болатын. Бұлар тез тамырлайды. Мына воздушный кореньмен оянып тамырлай береді. Ештеңе қосқан жоқпын, кәдімгі су. Бұйыртса бұның да тамырлаған алда көрсететін болам нәтижесін. Қазірше кесіп салынды суға. Мен осылай стаканға егем, жарық жерге қоям, варигатнысын көбірек береді. Тамырлап тұр. Так, одан кейін мұнда өткенде малачай кескен болатынмын. Атроска жаңағы соны суда тамырлатып стаканға еккен болатынмын. Ол астында видеода бар, егер көрем десеңіздер. Сол мынау жақтан тамырлары көрініп бастапты уже мен. Жіңішке болады бұлар. Негізі бұл малачайлар суккулент тобына жататын болғандықтан, жаңағы не бар ғой? Аула топырағы бар ғой, сондайда жақсы өсе береді. Менде просто аула топырағын тас араласқан қатты топырақ болғаннан кейін осына универсалияға ектім. Бірақ әйтеуір тамырлары көрініп тұр. Суда тамырлаттым. Топырақта да тамырлатуға болады негізі. Кейде топырақта тамырлатам, кейде суда тамырлатам мен. Ендігі мына жерде аптения гүліміз. Аптения гүліміз өткенде кескен болатынмын, сөйтіп суға тамырлатып, тамырын көрсеткен болатын. Енді стаканға егіп едім, қараңыздар. Тамырлары көрініп бастаған уже мына жақтың бәрі. Тамырлар көрініп бастады деген уже алып кетті деген сөз. Мына гүлі ерекше болады. Осындай. Сосын жапырақтары пластмасс сияқты қатты болады. Бұның да искусственный сияқты болып көрінеді. Сонысымен әдемі. Жыл бойы гүлдей береді. Шырмауық болып өседі бұл бірақ. Так, сосын мұнда
ипомея батат, розовый гүл ашады, колокольчик сияқты, қоңырауша сияқты. Жапырақтары осындай 5 жұлдызды болып тұрады, ерекше 3 күнде тамырлайтын гүлдердің қатарынан. Тоже тез тамырлайды, сосын мен көп өсіремін бұны. Себебі басқа отросткалар көп тамырлатамын ғой, соның қасына қосамын. Тоже традисканси калеус осы гүлді мен пайдаланамын көп тамырлату үшін. Табиғи тамырлату ғой. Мін тамырлар көрініп бастаған, бұның жағдайы жақсы, жаман емес. Уже бұның клиенті бар, сосын мына гүлдің де клиенті бар, жаңағы шоколад деген сингоним. Негізі көбісі менен отростка сұрап жатыр, просто менде артығы болмай жатыр да, егем осы үйден келіп алып кетіп жатыр да, почтаға салатындай, оның баратындай уақыт болмай жатыр. Мін тамыры бәрі жақсы шығып тұр. Сосын мына жерде папоротниктерді өсіргем, отроскаларын папоротниктің. Қараңыздар, мін екі жерден жаңадан балапан шығарып бастап жатыр. Папоротниктің де жағдайлары жақсы, жаман емес, жапырақ қосып жатыр, сабақ қосып жатыр. Папоротникті де көбейттім. Так, одан кейін жаңағы ипомея дегеннің басқа ипомея дегеннің басқа сорты, яғни жапырағы домалақ. Бұны далада өсірген мен, 1-2 штугын кесіп әкеп салған болатын. Мен айтып отырмын, 3 күнде тамырлайтын гүлдер. Осыны алып, басқа гүлдердің қатарына, отроскалардың қасына қосып қойсаңыздар, тез тамырлайды. Міне. Бұл да колокольчик гүл ашады. Бұны бұйыртса егіп қыстан алып қалсам, далаға егемін ғой мен негізі көбіне. Так, одан кейін мына жерде монстера мен аглонема мария, бұларды егіп қойған болатынмын. Аглонема мариядан кішкене тамыр аз ғана көрініп тұр. Ал мына монстерадан пока тыныш, шөлдеп тұр екен, суғару керек. Міне. Бұлардың жағдайы осындай. Сосын фикус тамырлатқан болатынмын. Фикусты қатты шөлдетіп алмаймыз. Сосын астына жапырақтардың асты құрғақ болады ғой, соған су шашып тұрмасаңыздар, паутине клеш деген түседі. Сосын жапырақ тастайды. Көбісі фикус жапырақ тастап жатыр деп жазады. Судан тастайды, қатты шөлдетіп алғаннан тастайды. Суды көп құйсаңыздар да жапырақ қарайды, тастайды. Сондай бар. Сосын мұнда өткенде псевдоренторым матроскасын кесіп салған болатынмын. Сол кезде міне осындай жағдай болғанда стресске түсіп, тоже жапырақтарын салпитып қалғаннан кейін неге салып қойған болатын, салафанға. Міне, егер жапырақтарын суға салғанда салпитып тұрса, осындай салафанға салып қоясыздар. Міне, қаншама отроска мына жерде суға салып қойған болатынмын. Әшейін су, ешқандай қайнаған су емес, жылы су, жарық жер болды. Жарық жылы жер болса болды. Ой, бұлан құлат жіберді. Мен тамырлап бастаған бұл да. Енді пытырлап, тамырлап бастаған. Міне. Көрініп отыр ма, көрмеймін. Майда әлі нелері, тамырлары, бірақ тамырлап бастаған. Кәдімгі жылы су, міне. Таза су, ешқандай не емес. Сосын ары бері желательно қозғалта бермеген дұрыс. Көп қозғалтпаған дұрыс. Қазір салафанына қайтадан жауып қоямын. Кәдімгі осындай салафанға орап қоямын. Сосын мына жерде коллизия тамырлатуға қойған болатын. Бұл да 3 күнде тамырлайды. Және тез өседі. Шаш сияқты өседі деп едім, қалдында. Шашын қырққандай жағын қырқса, одан сайын қалындай береді. Бұның бір жақсы жері. Міне. Сразу топыраққа ектім, суда тамырлатпай. Міне тамырлар көрініп бастаған, жіңішке болады. Мына жақтар тамырлар толып бастағанда сатылымға шығарамын. Мін. Коллизия. Біреуін ғана ексеңіздер бір горшокқа. Сразу бірнешеуін бір горшокқа еккен жақсы. Біреуін ғана ексеңіздер, осылай қылтиып, кесу керек болады үстінше, уже формасын жасау керек болады да. Ал егер бірнешеуін бірақ ексеңіздер, мен сіздерге пышный жасап береді.
мен мына жерге бірнешеуін бір-ақ еккем. Стаканға салдым да, жан-жағынан топырақ сала салдым. Бұл тамырлап бастаған. Сол мына традискансияны стаканға егіп қойған болатын. Суда тамырлатып ектім. Міне тамырлар көрініп бастаған, жағдайы жақсы бұның. Сингониум еккен болатын. Red spot деген жарыққа байланысты цветтерді өзгеріп тұрады. Бұны өткенде фитильный поливке отырғызған едім ғой. Соны көбісі сұрайды, қалай өсіп жатыр деп. Жаңа жапырақ шығарып тұр, жақсы. Су бітіп қапты, қазір тағы да су құйып қоямын. Фитильный поливке сингониумды отырғызса болады екен. Мен алдында отырғызып көрмеген едім. Жақсы болды. Су таусылса суын құйып қоямын. Суына витамин араластырып қоямын. И өзі жіп арқылы су ішіп тұрады. И жаңа жапырақ ашып бастады. Жапырақ сарғайтқан жоқ. Жағдайы жақсы бұның. Так. Одан кейін жаңа традискансияны айттым. Тоже көбісі сұрайды осы традискансияның күтімін. Вообще күтім қажет етпейді. Суға салсаңыздар тамырлай береді. Тамырлап тұрмын. Екі түрлі түсі мынау фиолетовый мен ақ аралас. Одан кейін барлығын көрсеткен сияқты, мына жерде фиалкаларымды өткенде стаканға фитильный поливке ауыстырған болатынмын. Міне фиалкаларымды өте жағдайлары жақсы болып жатыр. Себебі алдында жапырақ сарғайтып әбіржіген болатын. Фитильный поливке отырғызып тастаған болатын. Ал қазір сіздерге камерамды дұрыстап настрой жасап алайын. Міне жібі арқылы су ішіп тұр астынан. Жағдайлары жақсы. Стаканға ауыстырып едім ғой горшоктан. Жағдайлары жақсы. Мынаны әшін қоршау ретінде қойып қойған. Өсіп жатыр. Пока витамин құймайым, себебі топырақта витамин бар, араласқан. Мен топырақ арнайы араластырамын ғой, ішінде витаминдері бар. Мұнда жаңағы филодендрон, белый рыцарь деген атроскам вообще мәнісі болмай тұр. Бір-екі рет суға салдым, бір-екі рет топыраққа ектім, білмеймін. Енді топырағымды дұрыстап қайтадан ексем ба деп отырмын. Себебі дұрыс болып өсіп тұрған жоқ. Тамыр жай өсіп тұр. Осыны бір дұрыстап алсам деп жүрмін. Так. Жағдай осындай. Парақшамда отырғандарыңызға рахмет. Бұйыртса тағы да гүлдерімнен кесейін деп жатырмын. Уақыт болмай жатыр. Осы гүлдерді бір реттеп алып, тағы біраз гүлдерімді кесіп, тамырлатуға қоятын боламын. Және осыларды стаканға қалай егіп, қалай сатылымға шығарам, сол жайлы да көрсетемін. Енді в основном осындай стаканнан алып кетеді. Негізі стаканнан өссе, горшокқа ауыстыруға да тырысамын. Қош сау болыңыздар.